Сұмдық сөз. Бұлар бәрі ауыз үйге кіріп, Аяжанның Алматыдан базарлыққа келген тәтті алмасынан жеп, аса көңілді жайда отырғанда есік алдынан «Кім бар үйде?» деп шіңкілдеп дауыстаған үн естілді. Почта таситын қыздың даусы еді. «Телеграмма?» деп ұсына берді. Бұл Аяжанның келетіні жайында хабарлап берілген телеграмма болатын. Сарыкең оқып көрді де: «Өй, жарайсың қызым, неғып мұнша ерте алып келдің? Бұдан гөрі кешірек әкелсең болмайтын бе еді» деді. «Кінә бізде емес, ауданда. Аудан бізге кеш берді» деп ақталып жатыр пошташы. Ол осыны айтты да жалт бұрылып жөнеле берді. Әлгіндей мәнді хабары бар телеграмманы кешіктіріп әкелгеніне ұялды білем. Меруерт апайдың алма же дегеніне де қарамай зытып отырды. «Ата, алма жақсы ма екен?» деді Аяжан. «Жақсы түгіл, бал екен шырағым, сенің әкелген алмаларың». Ораз орнынан түрегелді де кетуге ыңғайланды. Меруерт апай оған қол ұстап алып, алма ұсынып жатыр. «Ораз, мынаны апаң апарып берші». «Айтпақшы, апаңның құлағы қалай, тәуір болайын деді ме?» деп сұрады Сарыкең. «Бұрынғы қалпы» деді Ораз мұңайған түрмен. «Дәрігерге көрініп емделіп жүр ме?» «Аудандағы дәрігерлер мұрнына, құлағына операция жасау керек депті. Апам жасатпаймын дейді. Алматыдан ауданға құлақ қарайтын бір профессор келмекші екен. Сол келген соң апам оған барып көрінемін дейді». Оған көріну керек. Профессор мұндағылардан қалайда көп біледі ғой», деді Сарыкең. Профессор деген сөзге Меруерт апайдың да ерең ете қалды. «Профессор келетін болса, мен де барып көрініп, белімнің кілт етпесін барын айтсам бекен», деді. Оның сөзін Сарыкең қалжыңға айналдыра бастады. «Бар, беліңді, тағы басқа кілт ететін жерлерің болса түгел көрсет. Ана босап жүрген тістеріңді, түскен тістеріңді де көрсетіп, алтыннан тіс салғызып қайт». Сарыкең осыдан кейін байсалды түрде: «Профессорды сен өзің кім деп ойлайсың?» деді. «Кім көрінгенін кілт еткен, сылт еткен жерін шұқылап отыратын біреу деп ойлайсың ба? Оның алдына бару да оңай түсе қоймас». Меруерт апай да беріле қоятын емес. Енді әдейілеп келген соң көрінем деген жұртты түгел қараса несі кетеді? Түгел қарап үлгере ала ма? Мықтағанда ол мұнда 5-6 күнге ғана келеді. Ал көрінсем дейтін жұрт толып жатыр. Солардың ішінен ол мұндағы дәрігерлер емдей алмайтындарды ғана қарайды. Профессор деген ол сенің күлімханың емес, үй басы өз аяғынан қыдырып ауру іздейтін» деп Сарыкең осындағы санитар қызды да сөзіне қыстыра кетті. Сарыкең мен Меруерт апайдың профессорды сарапқа салған әңгімесі осымен тынды. Бұл кезде Ораз есіктен шығып та кеткен еді. Аяжан оның соңынан ойлана қарап қалыпты. Ол Сарыкеңнің жүзіне жалт бұрылып: «Ата, оның апасының құлағына не болып еді?» деп сұрады. Нұрдәулет киіп кетті. «Тауға отынға барам деп жынырып, керең болып қалғам» деді. Нұрдәулеттің сөзі үйдегілерді түгел шошытты. «Тәйт, мына неме не деп сандалады?» деді Сарыкең. «Ой оңбаған, жап аузыңды, оны саған кім айтты?» деді Меруерт апай. Әке шешесінен қабат зеку естіген Нұрдәулеттің жүні дереу жығылып: «Балалар сөйдеді» деп күмілжіді. «Оны айтқан балалардың өздерін жын ұрған» деді Сарыкең. «Қайдағы сұмдық сөзді қақшып алуға сен де құмар екенсің. Ендігәрі осындай бірдеңе естиін сенен аузыңа темір қыздырып басам». Бұдан кейін Сарыкең Аяжанға істің мән жайын түсіндіріп айта бастады. Ораздың шешесі осы өктемде мектепке отын әкелуге 4-5 әйел болып машинамен тауға барған екен. Сонда машиналар шығанаққа тығылып, бір күн бір түн бойына далада қарлы жаңбырдың астында қалады. Жұқа ғана киіммен барған әйел бейшаралардың үстері малмандай су болады. Көздері тістеріне сақылдап әбден тоңады. Міне сол жол Ораздың шешесінің 2 құлағы бірдей тарс бітіп естімей қалады. Кейбір есуастар оны жын ұрғаннан болды деген сөз шығарып алыпты. «Жын ұрмай-ақ суықтан болған кесел» деді Сарыкең. «Бейшара жақсы адам еді, әйтеуір аяқ астынан бір-ақ күнде қор болып қалды ғой» деп Меруерт апай аяушылық білдірді. Аяжанның сезімтал жүрегін бұл әңгіме аяздай қарып мұздатып жіберді. «Аяжан кім? Ол болашақта кім болады?» «Сарыбай ұста, ұлдан 3 ағайын» деді. «Ең үлкені өзі Сарыбай, одан кейінгілері Кәрібай, Дәрібай.
Кәрібай Отан соғысы майданында 1942 жылы қаза тапқан. Ең кенжелері Дәрібай. Дәрібай Алматыда институтты бітірді. Одан соң аспирантураны оқып бітірді. Одан соң диссертация қорғап ғылым кандидаты деген атақ алды. Қазір педагогикалық институтта сабақ береді. Аяжан сол Дәрібайдың, яғни Сарекеңнің кенже інісінің қызы. Жамбыл колхозының байырғы тұрғындары Дәрібайды түгел біледі. Ол қолдарында өскен бала болғаннан кейін қалайша білмесін. Аяжанға мамасы айтады: папаң және бір жақсы кітап жазса, профессор болуы мүмкін дейді. Ал папасының ондай мықты кітап жаза алатынына Аяжан шек келтірмейді, сенеді. Өйткені ол көп оқып, көп жазатын еңбек сүйгіш адам. Ал Аяжанның мамасы Мариям Алматыдағы орталық аптекалардың бірінде дәрі беруші болып қызмет істейді. Ғылым тілмен айтқанда фармацевт. Аяжан мамасының аптекасында талай болған, ондағының бәрі де бұған ұнайды. Тап-таза, жинақы, дәрі деген сондай көп. Көздің жауын алып тізіліп тұрады. Басына ақ тақия, үстіне ақ халат киген мамасы әйнек тесікшенің ар жағында ауруларға дәрі беріп отырады. Ешкім бұл арада дабырламайды, қатты сөйлемейді. Анасының жұмысы Аяжанды қызықтырады. Ол кейде үлкейгенде мамасына ұқсап дәрі беруші болуды арман етеді. Ал кейде одан айнып Наталья Петровна тәрізді мұғалім болсам дейді. Наталья Петровна Аяжанның мұғалимасы. Тағы бірде аспандағы самолетті көріп ұшқыш болғысы келеді. Кейде Аяжан осыншама көп арманның қайсысына құлаш ұрарын білмей папасымен кеңесіп алмақ болады. Папа, айтшы, кім болған жақсы деп сұрайды. Дәрібай айтады: мамандықтың ішінде жаманы жоқ. Кім болсаң да бол, ешкім бола алмай қалсаң ең жаманы сол дейді. Бұл сөзде терең мағына жатқанын Аяжан аңғарады.